Баршаңызға кеш жарық. Бүгін сіздермен бірге рулет дайындаймыз. Бірінші рулетіміз ол қызылшадан жасалынады. Ол үшін ең алдымен ақуыз бен сарыуызды бөліп, сарыуызға сұйық май, тұз және крахмал қосып, оны араластырып аламыз. Ақуызды миксермен жақсылап тұрып миксерлеп алып, оған сахарная пудра қосып, ол өзін-өзі ұстайтын формаға жеткенге дейін миксерлеп аламыз. Содан соң жаңағы массаға ақуызды салып, жақсылап тұрып астынан үстіне дейін араластырып аламыз. Дайын болғаннан соң оны противеньге құйып, жақсылап тұрып жағып, оны 180 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Салмасына творожный сырға аскөк пен укропты қосып, оны араластырып аламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салмасын өзгертсеңіздер болады. Және де мен салмасына тауық етін қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша ет немесе балық етін қоссаңыздар болады. Бисквитіміз піскен соң оны суытып алып, салмасын үстіне жағып, дайын болғаннан соң оны пергамент қағазының көмегімен шетінен тығыздап, жақсылап орап алып, пищевая пленкамен оны орап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Екінші рулетіміз ол жұмыртқадан жасалынған. Жаңағыдай ақуыз бен сарыуызды бөліп алып, ақуызды жақсылап тұрып миксерлеп, сарыуызға сұйық май, қимақ және тұз қосып, араластырып аламыз. Ақуыз бен сарыуызды біріктіріп, оны жақсылап араластырып, противеньге құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Салмасына ірімшік және сәбізді қуырып алып, оған аскөк пен укроп қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Неге біздің омлетіміз пісті, оны суытып алып, салмасының бетіне жақсылап тұрып жағып алып, оны шетінен бастап тығыздап орап аламыз. Дайын болған рулеттерімізді 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Назар аударып қарағандарыңызға көп рахмет. Егер де сіздерге осы рецепт ұнап жатса, өздеріңізге сақтап алыңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.